Assalamu alaikum. Эфирде Zaman февральның 5-ші студияда Elmaz Асан çalışa. Rusия президентінің сайлавларына первассыз қалмаға Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев чағыра. Бұл ақта ОАТР телеканалының эфирінде айтты. Айтқанына көре сечим нәтижелері әнді белли. Ве Қырым татарлар işgalcilерінің зұлымларыны ұнутмамақ керек. Bu bültenin algan insanlar anda saylavga varganlardı göz önünde Ervin İbrahimov'un, Reşat Ahmetov'un, yüzlerce bu aramaların, obuskların, hakaretlerin göz önüne getirsinler. Buna bakmadan da varıp da bu bülten, Putin için bülten atacak olsalar öz-özlü sual versinler. Ya ben nasıl insanım? Aslında ben insanım yoksam benim bir gururum, milli haysiyetim, onurum var mı? Қырым татарларының лидері білдірді яқын вақытта Қырымға Николай Полозов кележек, Оведжие Кашка, Бекерді Герменджи, Асан Чапух, Казим Аметов ве Руслан Трубачның ишлеріні низарет етежек. Месулиетсіз сияхат бөйлі Алманиядаки Украина элчісі Алмания депутатларының Қырымға зияретіні адландырды. Андрей Мельникнің айтқанына көре, зияретлерінің нәтижелері әйі олмаз. Русияның күтлеви хабер васталары берген мәліматларына көре, альтернатив Алмания фирхасының депутатлары işgal етілген Қырымға барған. Украинаның тыш ишлер назирлігі зиярет ресми олмағанны қайт еті. Вечет мемлекетлерден işgal етілген Қырымға келген инсанларны қанун бойынша Украина топрақлары тарafından кірмеге чағырды. Böyle Кремль тарафдарлары олған четел сәсетчілерінің Қырым зияретчілері ilk сефер олғанны дегілдір. Кечкен сене октябрь айында işgal етілген ярымадаға Италия сәсетчілері ве иш адамлары келген еді. Ве да бір хач Авропа парламент хадимлері келген еді ве епсі олар Русияге қол тұталар. Bir ay сизода bulunmaq böyle қарарыны Херсон шәйір махкемесі işgal етілген Қырымда сабық спорт назиріне чықарды. Фарух Кемаловны Украина телекөсізлік қызметлері Каланчак сынырында тұттылар. Кемалов қыттаға биометрик паспортны алмақ үшін келген еді. Украина телекөсізлік қызметінің малиматына білдіргеніне көре, Қырым işgalден сондыра Фарух Кемалов işgalci акимиетінен çalışmaға девам етті. Украина оны devlet hainlikte qabatlay. Бүгін Қырымның işgalci Рус махкемесі бір кишілік наразылықлар давасында шекеетлеріні бақажақ. Отырушылар Қырым вақты бойынша саат 13-те башламалы. Умумен 10 апелляция бақылмасы планлаштырыла. Бірінші бұл кеби шекеетлеріні махкеме январь айының сонында бақмаға башлады. Тек 2 Қырым татарына пара жүремесі 15 бинден 10-ға қадар азлаштырылды. Кечкен сене октябрның 14-те yüzге яқын Қырым татары бір кишілік наразылықларға Қырым татарлар террорист дегел метінлі шарылар не чықты. Işgalci акимиет бұны қанунсыз құтлеви топлашув кебе көріп, 80-ден зияде iştirakçilerine пара жазасы үкіміні чықарды. Enver Kroş serbestlikte. Keçenleri onu 10 günlük apız cezası yekünledi ve o Ahmezcid sizosundan çıktı. Суды, которые принимают сегодня решения, да, нам известны. Поэтому справедливое решение суда не должно быть самой целью для нас, да, я так думаю. Самой целью для нас является сохранение нашего народа в единстве, основой которой является ислам. Enver Kroş'nu aile ve dostlar karşıladılar. Cankoy Cemisi'nde dua geçirildi. Sizodan çıkan son Enver Kroş böyle aytты. Enver Kroş'ның işgalciler Cankoy evinde tintuf geçirilgen son yanvarının 25'te yakaladılar. Ekstremistik timsaller darxotuvunda qabatladılar. Onu 10 gün apız cezası hukumu çıkarıldı.
Жанкойды Невунд Демір базарында сарғош ишгалчилер Қырым татарларға желіп намелеріні берділер. Весихаларда инсаларны қырсызлықта қабатлап полицияға чағырдылар. Ишгалчилер қырсызлаған магнитоланын бойле шекілде қыдырдылар. Это террористов нашли или что, я не пойму. Если татарин, что теперь? Потому что смотри, где русского, ты покажи мне хоть одного вот эту бумажку на русского, все на татаров. Ишгалчилер Қырым топрағыны чинлерге кираға берелер. Сейітлер қасабасында Емельяновка койының тарларында Исихане құрылышлары башланды. Бұл күнлер içinde сув теминаты, электроэнергия берілді. Ерлі фермачылар ачывланалар, чүнки чинлер оларыны қазанчылардан марум қалдыра білелер. Бұндан да ғайры топраққа зарар кетірелер. Мы сами тоже арбузы выращиваем на земле, все, арбуз, лук, все, что можем выращивать. И так в этом году вообще цены не было. А если еще начнут здесь китайцы выращивать, то мы вообще влетим в трубу, как говорится. Значит, мы не будем работать, мы пойдем на безработную биржу, а пускай китайцы зарабатывают деньги. Наразылық білдіргенлерінден интихам. Сурияда Идлиб вилаятында наразылық білдірген Русия авиа ұрышы япты. Нетижеде 50-ге яқын арбилері йоқ етілді. Бұл адесе Русияның Су-25 учағы йоқ етілген сон юз берді. Малюматларға көре вефат еткен учуджи Украинаның Ахмеджиттеки бөлігінде қызмет етеді. Ишгалден сон санки Русия қызметіне кечті. Ләкин Мустахил тахиқатларға көре бұл малюматларыны рет етті. Башарат Русия! Такбир! Аллаху акбар! Бірінші Қырым татар мейдан радиосы бүгін 13 яшыны толдыра. Бұл дүнияда бірінші Қырым татар радиосы радио яйынлары үш тілде алып барыла. 3 ел евелсі Қырым ишғали себебімден радиостанция Киевге көчмеге мечбур олды. Виктория Аблязова мейдан радиосында мұсафыр оларақ болынды. О радионың келечекте планлаштырылған ишлері ве ғалебелері ақында тәфсилатлы малюматлар тақдым етті. Selam aleyküm sevgili dinleyicilerimiz. Saatler Kiev'de 14 saat 17 dakika gösteriyor ve bu demek Bahtlı Aneri programması devam etmekte. Sabah saat 8'den başlap Meydan FM Kırım Tatar muzikası canlı yayınlarda haberler ve meraklı musafirler. Bütün dünyaya Radyo Meydan yayınlara yankıramakta. İşgalge bakmadan o Kırım'da yankıramağa devam etti. Kırımlılar Meydan Radyosu dalgasının bağına uzmey. Люди, находясь в Крыму, если и придумывают песни, различные композиции, то они в первую очередь присылают нам и просят делать премьеру на нашей радиостанции. И нас это радует, и мы призываем всех подключаться активно к этому процессу. Şimdi Radyo Meydan 90.8 FM ve 101.4 FM ve Sputnik vasıtasıyla yayınlanmakta. Bundan gayrı internet ve telefon uygulaması vasıtasıyla dinlemege de mümkün. Facebook'ta ise canlı yayınlarını seyretip sualler vermege imkanlar var. У нас не только на крымско-татарском, у нас песни и на турецком, на украинском. Мы планируем запустить также на гагаузском языках. Основная задача радио Мейдан – это живое общение с нашими радиослушателями, доносить правдивую информацию. Каждый час на украинском и крымско-татарском языках у нас выходят новости. И, опять-таки, стараемся регулярно обновлять наш плейлист и расширять контент. Радио Meydan Kırım'da 2005 senesi dünyaya ilk Kırım Tatar radyosu olarak meydanga getirildi. Yaratıcıları böyle etip Kırım Tatar tilini ve medeniyetini saklamak ve inkişaf ettirmege istediler. Kırım işgalden sonra Meydan radyosu lisenziya alıp olamağını sebebinden 2015 senesi Kiev'ge koçmege mecbur oldu. Şimdi çok çoğungardaki televizyon kullesi vasıtasıyla yayınlanan ama signal Ahmedjitni bütünlüğü kaplap olamay. Мы планируем, что сейчас вот те вышки, которые будут строиться, вот в те вышки, которые будут строиться, мы хотим, чтобы все-таки взяли радиостанцию Мейдан. Я надеюсь, что все-таки мы найдем эту возможность, и чтобы радиостанция покрывала весь Крым. Хотим, чтобы все-таки государство Украины и власти, держатели сегодняшние украинские обратили на это внимание, пристальное внимание, потому что радиостанция Мейдан
такой же медиаактив, крымско-татарский медиаактив, который должен работать на Крым для того, чтобы люди в Крыму получали крымско-татарскую информацию вообще об Украине на крымско-татарском языке. Мейдан радиосы тақымының бұйық арзусы бұл Украиналы Қырымға қайтып Ярамаданын әрбір көшесінде яңғырамақтыр. Виктория Аблязова, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Şimdilik bu sonki haberimiz, gelecek yayınlarımızda seyir etiniz, ATR ile olunuz.